Міне бұл біздің бақшамыздағы шиелеріміз. Шие қып-қызыл болып пісіп жатыр. Ал енді мен ойланам ғой, бұл шие пісіп жатыр. Не істеймін? Сатайын десем ешкім алмайды. Өзім сата алмаймын. Варене жауып тастадым. Көп жауып жесем ешкім жемейді. Компот жауып қойдым. Енді не істеймін? Содан отырған шиемнің талдың түбінде көлеңкеде. Көршім кеп, әй көрші неғып отырсың? Шие ағашында саялап. Не істеймін? Отырғам шиеме қарап қызығып, не істесем екен? Қып-қызыл болып, бұнда бұл пісіп жатыр, қап-қара болып. Сорты қандай керемет деп отырған. Көршім қызықсын, сен таң қалам. Жоқ болса жоқ дейсің, бар болса не істеймін дейсің. Өзің қаным аз дейсің, газированный ішпейсің. Тұр ғой міне дайын саған сок, ішетін сок дейсің. Қаныңды көбейтетін согың дайын тұр ғой. Қалай сонда? Қалайыңыз? Кәдімгі мен саған керемет рецепт айтам. Міне табиғи, натуральный, сатып алмайсың, қыста ішіп отырасың, жауып тастайсың. Айтсай жаныма осы уақытқа дейін оны менімен бөліспей неғып жүрсің. Ал содан кіріскенсің ғой. Көршімнің әңгімені жіберіп, шиені жақсылап тазалап, шуып, қолға бар перчатканы алып, отырып алып әңгімені мажарасың ғой. Асықпай. Алшағының соқты сияқты. Осылай жуып аламыз да, жақсылап барынша. Шамалы су қосамыз. Кейін жақсылап болғаннан кейін сүзгіден өткіземіз ғой. Қойның бәрі сүйегі бар. Қазан сүйегі де алынбаған бұның ешқандай. Сүйегінің бәрі тұр. Ешқандай соковыжималар, экономичный сенің қажеті жоқ. Табиғи, таза жолмен алынған соқып жайылып тұрған. Тез шығыватыр. Мұнда бір шелек. Батыған көпшілік сол бір шелек 10 метрлік. Қанша бақ шығатындығын әзірге болғаннан кейін көреміз. Сүйектері өзі дайын ажырап жатыр, өйткені таза пісіп тұрған шие. Ешқандай қиындықсыз, күш салмай-ақ езіліп жатыр. Көршім айтам ғой, ой, мен соқпы-жымалқым жоқ, оны жырдан. Қайдан? Неге соқпы-жымалқым? Екі қолым көрсін, дайын соқпы-жымалқым дейді. Мен де көршім келесі бойынша жасайын. Қолдың сызып қақыстан сызып алған жайлап отырмайсың. Қою қара, таза, натуральный сок. Көмшекер дәміне қарап, 2 килограммдай көмшекер қосылды. Қайнап жатыр, 10-15 минут жақсылап қайнатып аламыз. Міне бағы бар етіп жатыр.